Сәлем достар. Біз бүгін сіздерге соңғы уақытта әлемді дүрліктіріп отырған Ресей, Украина арасындағы шиеленіскен жағдай туралы толыққанды баяндауды жөн көрдік. Сіз бұл видеодан егер соғыс бола қалса, әлем экономикасына қандай кесірін тигізеді? Қазақстан Ресейге көмектесуі мүмкін бе? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білетін боласыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылуыңызды сұраймыз. Дайын болсаңыз біз бастаймыз. Естеріңізде болса, 2014-2015 жылдары Ресей Украинаға соғыс ашып, Украина билігінде болған бірнеше елді мекенді басып алған еді. Сол уақыттан бері екі ел арасы қырғи қабақ болып, түбі бір тұтанбай қоймайтын соғыс үшін екі елде қаншама жыл тыңғылықты дайындық жүргізді. Бірақ бұл соғысқа себебі ретінде Путин Украинаның НАТО құрамына кіруіне наразылық танытып отырғаны болып отыр. Сіздерге түсінікті болу үшін әуелі НАТО не екенін қысқаша айтып өтейін. Солтүстік Атлантикалық келісім ұйымы, қысқаша НАТО, әскери саяси одақ. НАТОның негізгі мақсаты шартқа қатысушы мемлекеттердің саяси ынтымақтастық және ұжымдық қорғаныс негізіндегі тәуелсіздікті, егемендікті және демократиялық құрылымды сыртқы агрессиядан қорғау екендігі 1949 жылғы Вашингтон шартында жазылған. Бұл ұстаным 1990 жылғы Лондон декларациясында қуатталған. Альянстың іргелі мақсаттарының қатарында соғыстың алдын алу мен тиімді қорғаныстарды қамтамасыз етуге, жергілікті әскери мүмкіндіктерді нығайту, шарт мүшелерінің қауіпсіздігіне ықпал ететін дағдарыстарды еңсеру, басқа елдермен саяси үнқатысуды жолға қою және еуропалық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жолдарды іздестіру болып табылады. Президент Байден Ресей президенті Путинге ескерткен еді. Егер Украина жеріне Ресей әскері 1 метр басып кірсе, онда ақш және оның одақтастары оны басқыншылық санап, бірден қатаң, әрі ауыр нақты жауаптар беретін болады деген. Әрі қазірдің өзінде Украинада канадалық 200 әскери Украин сарбаздарын дайындауға атсалысуда. Олар Украин жерінде 2015 жылдан бері сарбаздарды оқыту бағдарламасы бойынша жұмыс жасауда. Украинаның әскері 2014 жылдағыдай емес, әлеуеті артты. НАТО 20 мыңнан астам сарбазды қалалық жағдайда ұрыс жүргізуге дайындап шықты. Украина соққы жасаушы дрондармен жарақтанды. Демек, ұрыс қимылдары 2014 жылдағыдай емес, қиян-кескі сипатта өтуі мүмкін. Ресей қазірдің өзінде Украина шекарасының жартысын қоршап, ұрыс жүргізуге дайын халде тұр. Тек Путиннің бір ауыз бұйрығы болса болғаны. Егер Ресей ешқандай жағдайға қарамастан соғыс ашар болса, не болуы мүмкін? Талқылап көрелік. Америка қазіргі сәтте бұл соғысқа қатысуға, Украинаны қорғауға толық құқылы. Себебі өткен ғасырда Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Украина өз жерінде әлемдегі ең үлкен атом бомбасымен қалды. Олар да бұдан бас тартып, Ресейге атом бомбаны беруге дайын болды. Бірақ бір шартпен еді. Ол шарт Ресей, Ұлыбритания, Америка, Украина арасында болып, Украина жерін соғыс бола қалған жағдайда сыртқы күштен қорғауға келісімге келіп, құжатқа қол қойған еді. Ал сол келісімді өзге емес, Ресей өзі бұзып, шарт бойынша Америка елді мекенді қорғауға міндетті болып отыр. Толық масштабты шабуыл қалай болады? Құрлықтағы, теңіздегі және әуедегі артықшылығын пайдаланып, Ресей солтүстік шығыс, Донбасс және Крым сияқты бірнеше майданнан бір мезгілде шабуыл жасайды деп күтілуде. Белоруссиядағы құрлық әскерлері әуе шабуылдарының қолдауымен Астана, Киевті басып алу үшін оңтүстікке найзағайдай соғылады. Қоршауда қалған Украина армиясының теориялық тұрғыдан алғанда берілуден басқа амалы қалмайды. Бірақ Беларусь көмек береді деп алдын ала айта алмаймыз. Себебі НАТО құрамындағы алпауыт елдер тікелей Белоруссияға Ресейге жәрдемдескен жағдайда шектеулерге тап болып, экономикасы құлдырайтынын ашық түрде ескертіп отыр. Соғыс бола қалған жағдайда 50 мыңға жуық бейбіт халық қаза тауып, мыңдаған босқын Еуропаға бас сауғалайды деп болжануда. Тіптен соғыс ұзаққа созылса,
Сирия сияқты адам құқығы тапталған бір жүйе құрылуы әбден мүмкін деп көруде Америка саясаттанушылары. Путиннің мақсаты айқын: Украинаны батыстан оқшаулап, Белоруссия сияқты болғанын қалайды. Киевте мәскеушіл саясаткерлерді басшылыққа қойып, қарсы тараптағы адамдардың көзін жоюды көздеп отыр. ақш шенеуніктері өлтірілуі мүмкін деп отырған адамдардың тізімінде жариялаған болатын. Сонда батыс елдері не істейді? ақш күштері соғысқа тікелей қатыспайды, бірақ НАТО-ның кейбір елдері арқылы дереу әскери көмек көрсетеді. Барлау, ақпарат алмасу және зымырандар сияқты қарулар жеткізеді. Ұрыс ұзаққа созылып, бейбіт тұрғындардың қазасы көбейсе, батыс елдерінің қысымы да арта түспек. Әлемдік экономика мен қор нарықтарының тұрақсыздығы артады. Болашақта энергия бағасы көтеріледі. Дүние жүзіндегі 5-ші ірі бидай экспорттаушысы болған Украина болғандықтан, Африка мен Азияда негізгі азық-түлік өнімі болып саналған бидай тапшылығы тап болады. Неліктен Украина әлемді алаңдатып отырған тақырып? Ол Европадағы ең үлкен дәлелденген уран кеніне ие. Титан кенінің қоры бойынша Европада екінші, дүние жүзінде 10-шы орында. Ол сондай-ақ дүние жүзіндегі марганец кен орнының 12%-на ие. Ол темір қоры бойынша дүние жүзінде екінші, ал сынап кенінің қоры бойынша Европада екінші орында. Дүние жүзіндегі өндіріс пен ауыл шаруашылығының басым бөлігін құрайтын ел соғыста болса, шығынды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осы тұрғыда барлығымыз Қазақстан Ресейге көмек беруі мүмкін бе деген ой мазалап отыруы әбден мүмкін. Әрине, екі ел бір әскери ұйымда, оны өткен айда өз елімізге келгенде де барлығымыз көрдік, білдік. Ресей Украина соғысына оласса, Қазақстан екі тарапты бейбітшілікке шақырып, келіссөзге келуге үгіттейтін тарапты ұстанатыны анық. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйым шартына сәйкес, мемлекеттер соғыс жағдайында бір-біріне көмектесуі тиіс. Алайда бір ғана жағдайда. Егер ұйымға мүше елге сыртқы күштен агрессия болса, ал бұл жағдайда керісінше Ресей агрессор, Украина қорғанушы, жапа шегуші. Ұрыс қимылдары Украина территориясында болып жатыр. Халықаралық тараптарға сай, Украина өзінің аумақтық тұтастығын қалпына келтіруге құқылы. Қазақстан Қырымды Ресейдің аумағы деп мойындаған емес. Украинаның бөлінбес бөлшегі санайды. Сондықтан да бұл соғыста Ресей жалғыз. Армения мен Әзербайжан арасындағы Таулы Қарабақ соғысында ұжымның принциптері қалай жұмыс істейтінін көрдік. Армения тарапы көмек сұрағанымен, бұл ұжым көмек беруден бас тартты. Себебі соғыс қимылдары халықаралық талаптар бойынша мойындалған Әзербайжанның тарихи өлкесі Қарабақта өтті. Бұл соғыста Әзербайжан азат етуші, Армения агрессор рөлінде болды. Қазіргі Ресей Украина қақтығысы да тура осындай жағдайда. Видеоны осы аралыққа дейін көрген болсаңыз, арнамызға жазылып кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.